дін бұл адамның жеке мәселесі деп білем, өз басым. Яғни дін бұл адам мен Құдай арасындағы бір байланыс, рухани байланыс. Адам осы дін ұстану арқылы, яғни діндар адам кез келген, қандай дінде болмасын, ол осы дүниеде де, яғни дінде концепция бойынша арғы дүниеде де бір бақытты болуға ұмтылады. Сол себепті бұл бір заманауи діндар адам бұл дінді өзі үшін, өзінің бақыты үшін, өзінің ұстану үшін ұстану қажет, Құдаймен арадағы байланысы үшін. Сондай-ақ заманауи діндар адам бойында, келбетінде бұл өзгеге деген құрмет, сыйластық, білім, қазіргі таңда ол білімсіз адам енді көп дүниеге жете алмайды. Сондықтан кез келген діндар адам ол тек қана діни ғана білім емес, ол жан жақты немесе бір мамандықта зайырлы дейміз ғой, қазіргі тілмен айтқан кезде бір мамандықты игерген маман болуға қажет деп есептеймін. Сондай-ақ жаңағыдай о дүниеден, яғни бұл дүниедегі игіліктерден безу емес, керісінше осы дүниеде де, яғни рухани байлықпен қатар, дүниеви деп айтып жатады ғой, байлықты қатар ұстап жүретін адам болу қажет деп есептеймін. Сондай-ақ жаңағы негізгі отаншылдық, адамдарға құрметпен қарау, мейірімділік деген секілді қасиеттер бұл заманауи діндар адамның негізгі келбеті болу қажет деп есептеймін. Бұны бүгінгі қоғамда осы нәрселерді кез келген, ол діндар адамға ғана емес, жалпы кез келген адамға талап ететін қасиеттер.